Сәлеметсіздер ме балалар? 68-ші сабақ дыбысымен әрпін өтеміз. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Әрпі бізде дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз созып айтамыз. Олай болса бірге қайталайық. Балалар, әрпін естігенде қандай сөздер естеріңе түсті? Үкі, үлгі. Тағы басқа қандай сөздер естеріңе түсті? Еске түсірген сөздеріңді айтып көріңдер. Келесі, әрпін түймелерден жасап көріңдер. Қолдарыңда болмаса, қарындаштармен жасап көріңдер. Келесі, суретке назар аударайық. Балалар, кімдерге қарап тұр балалар? Мүсіндерге қарап тұр. Олай болса мәтінді оқиық. Атақты 3 кісі болған. Оның бірі әділ адам, екіншісі тапқыр шешен еді. Ал үшіншісі даналықпен ел басқарған. Бұлар кімдер деп ойлайсыңдар балалар? Бұл кісілер қазақтың билері. Балалар, ерте заманда осы күнгі соттың да, тергеушінің де қызметін атқарған бұлар қазақтың билері. Билер өздерінің бір ғана сөзімен небір шытырман даулы мәселелердің дұрыс шешімін тауып отырған. Қазақ билері әділ және елге сыйлы болуға тиісті болған. Өз әділдігімен елге танымал болған қазақтың атақты билері бұл кісілер Төле би, Қазбек би және Әйтеке билер екен. Қазақ халқының бұл билері елді 300-дің басын қосуға шақырған. Балалар, қазірге осы билердің атын жаттап алыңдар. Келесі тапсырма бізде жұмбақ берілген екен. Жауабын бірге тауып көрейік. Бір кітаптың парағы күнде азайып барады. Бұл не екен? Бұл күнтізбе екен балалар. Күнтізбе сөзін буынға бөлейікші. Күнтізбе 3 буынды сөз екен. Балалар, күнтізбе дегеніміз сонымен біздің күнделікті өтіп жатқан күніміз. Яғни, бір айда 30 күн болса, бір жылда 12 ай болса, осының барлығын есептейтін бізде күнтізбеге жазылады екен балалар.